Қайырлы күн, құрметті студенттер. Сіздермен бірге ары қарай зертханалық жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгінгі зертханалық жұмысымыздың тақырыбы жиіліктің көрінісін және ең көп таралған сигналдардың спектрлерін зерттеу болып саналады. Өткен сабақтарда жалпы осы спектр бойынша тоқталған болатынбыз. Уақытша сигналдардың көрінісін өткен сабақта бақылаған болатынбыз. Енді бүгін ары қарай сол спектрді жалғастыратын боламыз. Енді ол спектрге бізге жиілік көрінісі қолданады. Алдыңғы сабақта уақыт көрінісін анықтаған болатынбыз. Енді жиіліктің көрінісін анықтаймыз. Жалпы зертханалық жұмысты жасаған кезде біз алдындағы өткен лекцияға кішкене тоқтала кетеміз. Өйткені зертханалық жұмысымыз сол дәріс лекциялармен кішкене байланысы бар. Алдыңғы дәрістерімізде осы сигналдардың көрінісі, жиілік көрінісі, фазалық модуляция, байланыс каналдары туралы тақырыптар болатын. Енді сол тақырыптарға біз зертханалық жұмыстар арқылы ары қарай жалғасын тауып жатырмыз. Енді бұл біздің бүгінгі зертханалық жұмысымызда сигналдың спектрі қысқаша ғана тоқталамыз. Жалпы не істейді сигналдың спектрі? Бұл сигналдың уақыт бойынша қалай өзгеретінін емес, оның қандай жиіліктерден немесе гармоникадан тұратынын көрсететін сипаттама деп аталады. Қысқаша қарапайым түрде айтқанда, уақыттағы сигналдың пішіні, мысалы ол музыка болуы мүмкін, дыбыс болуы мүмкін, электр импульсы болуы мүмкін. Осы уақыттағы сигнал толқын пішіні болып саналады. Сигналдың спектрі сол сигналдың ішінде қандай жиіліктер бар болса, олардың жаңағы күші, амплитудасы сол амплитудасына тең болады. Сигналдың спектрі бұл көбінесе фурье қатары бойынша фурье түрлендіруі деп айтамыз. Фурье түрлендіруі арқылы алынады, және ол амплитуда, жиілік сипаттамасы немесе күш, жиілік таралуы болып саналады. Мысалы, дыбыс дейік. Дыбыста спектр оның қандай ноталардан құралғанын көрсетеді. Радиосигналдың спектрі оның қандай жиілік жолағын алатынын анықтайды. Пульстік сигналдың спектрі оны қандай жиілік фильтрінен, сүзгісінен өткізуге болатынын түсінуге көмектеседі. Енді осының бәрін жинақтай келе, қысқаша біз сигналдың спектрі, сигналдың жиілік бойынша бөлінісі және оның құрамындағы жиіліктердің амплитудасы мен фазасын сипаттайтын функция деп атауымызға болады. Біздің осы жұмыста жиіліктің көрінісі және соның тараған спектр сигналдарын зерттеу болып саналғандықтан, біз бұл жерге қандай да бір түйін арқылы түйін арқылы генератордың көмегімен және осциллографтың көмегімен осы жиіліктің көрінісін анықтайтын боламыз. Генератор бізде неден тұратыны өткен сабақта айтқантымыз. Жиілік, фаза және де амплитудасын көрсетеміз. Сол арқылы осы жиіліктің көрінісін анықтайтын боламыз. Осциллографтың қандай қызмет атқаратынын бәріміз білеміз. Өткен сабақта да қайталаған болатынбыз. Және бұл генератормен осциллографты міндетті түрде біз жерлендіруіміз қажет. Ол үшін біз заземление, жерлендіру блогын қолданатын боламыз. Осы үш элемент арқылы жиіліктің көрінісін табамыз. Генераторға біз әрине амплитудасын көрсетеміз, фазасын және жиілігін көрсетеміз. Одан кейін электроникс workbench бағдарламасында анализ Fouriers деген вкладка бойынша сигналдардың спектрін көрсетеміз. Оның ішінен біз сигналдардың қадамын көрсетуімізге болады, амплитудасын көрсетуімізге болады. Мына жерде бізде ненің
амплитудасы 10 мен 4 аралығында көрсетіліп тұр, бір ғана спектрдан тұр. Сондықтан бұл бізде осындай көрініс беріп тұр. Мынау бізде тік генератордан тік бұрышты импульсті алған кездегі пайда болған спектр. Бұл жерде 6 спектрдан тұр. 6 спектр, 5 спектрдан тұр. Жиілігін өздеріңіз жаңағы вариант бойынша берулеріңізге болады. Ары қарай алдындағы жұмыс сияқты отчет, есептеме жасаймыз. Жұмыстың жаңағы тақырыбы, мазмұны, одан кейін жұмыстың барысында не істедіңіздер, қандай элементтермен жұмыс жасадыңыздар, және де осы спектрдің қалай шыққанын көрсетуге болады. Енді соңында қорытындылай келе қандай нәтижеге қол жеткіздіңіз, соның қорытындысын жазуларыңызға болады. Мысалы, жаңағы жиіліктің несі, анықтамасы сигнал спектрінің анықтамасында жазуға болады. Мысалы, дыбыстық спектрді алатын болсақ, бізде көбінесе бұл спектрда дыбыстық спектрлар кездеседі. Ол дыбыста қандай да жиіліктер бар екенін көрсетеді. Міндетті түрде біз ол спектрға жаңағы мен айтқандай жиілігін көрсетуіміз қажет. Мысалы, электромагниттік толқындардың спектрі болатын болса, ода радиотолқын, микротолқын, инфрақызыл, жарық, ультракүлгін, рентген, гамма сәулелері, бұларды электромагниттік толқындар спектріне жатқызуға болады. Жаңағы бізге ең керек осы көп қолданатынымыз дыбыс спектрі болғандықтан біз жаңағы жиектер арқылы оны көрсететін боламыз. Бүгінге осымен зертханалық жұмысымыз тамам. Келесі зертханалық жұмыста кездескенше сау болыңыздар.